Мен мынау Оралда үгіт насихатта жүрген кезімде бір жігіт тұрып айтады. Мен дейді намаз оқуды бастадым дейді. Сосын дейді әкеме келіп тұрып, әке мен намаз оқып жатырмын десем, онда үйге кірмейсің деп айтты дейді. Сосын шешеме келіп, сіз намаз оқыңыз деп айтып ем дейді. Сен намаз оқуға бұйырған Құдайың маған керек емес деп айтты дейді. Мен айттым, екеуі де ауыр сөз айтты дедім. Бірақ сен сол сөзді айтудан алдын өзіңді түзеттің бе дедім. Қараңыз, бұл сөзді не үшін айтып жатыр маған? Яғни менің әке-шешем кәпір демекші. Мен айттым, сен өзіңді осы сөзді айтудан алдын өзіңді түзеттің бе дедім. Сен әке-шешеңе болған намаз оқымай жүргенге қарағанда намаз оқығаннан кейінгі мәмілеңді өзгерттің бе сен? Ата жаным, ана жаным, Алла Тағала Құранда былай дейді екен, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте былай дейді екен, мен сіздердің қадірлеріңізді білмейді екенмін. Кеңіз аяғыңызды уқалап берейін, кеңіз беліңізді уқалап берейін деп аяқ қолын массаж қылдың ба әке-шешеңнің? Егер сен солай жасағаныңда және үйдегі жұмыстарды жүгіріп жүріп істегеніңде, сені білет кеше намаз оқымай тұрып сен қандай адам едің? Сен намаз оқығаннан кейін әке-шешеңді қалай құрметтеп жатқаныңды, өзіңді қалай жақсылыққа қарап жөндегеніңді көрген ата-ана сенің мешітке баруыңа қарсы болмайды. Керісінше сені мешіттің бірінші сабына апарып қояды. Өзі екінші сапта тұрып намаз оқиды әкең дедім. Шешеңнен сен намаз оқы деп айтпасаң да намаз оқиды. Пайғамбар алейхиссалам уақыттарында қанша сахабалар, ата-аналар олар исламды қабылдаған, олар мүшрик еді. Біздің ата-аналарымыз мұсылман ата-аналар намаз оқымаса да. Олар мүшрик ата-ана еді. Құран-ы Кәрімде Алла субхану ва тағала егер сені олар маған серік қосуға мәжбүрлейтін болса, сен оларға итағат етпегін, бірақ оларға дүниеви мәселелерде жақсы мәміле қыл деген аят бар. Васахибу фид дуния ма'руфа деген. Осы аяты кәримада Алла субхану ва тағала сондай ата-ана, өзі мүшрик болған ата-ана, өзі мүшрик болумен қоймастан фәин жахадека дейді. Сені маған серік қосуға мәжбүрлейтін болса, фәлә тутихума дейді. Оларға итағат етпегін онда дейді. Итағат етпегін деген несіне итағат етпегін десе, сол серік қосуына ғана. Бірақ оларға жақсы мәміле жасағын дейді. Васахибу фид дуния ма'руфа. Тек қана серік қосып қана қойған ата-ана емес, серік қосуға мәжбүрлеп жатқан, саған қарсы серік қостыруға әрекет қылып жатқан ата-ананың өзіне жақсы мәміле қылуға Алла субхану ва тағала бұйырып жатыр. Соның үшін сен дедім, ата-анаңа жақсылық жасайтын болсаң, үйдегі жұмыстарды жүгіріп жүріп істейтін болсаң, ата-анаң сенің намаз оқуыңа қарсы болмайтын еді. Ата-анаң сенің мешітке баруыңа сенің қайтаға разы болатын еді. Бізде дінімізде ағайындар осындай ата-ананы жақсылық қылуға бұйырады.